Ассаламу алейкум. Өте керемет, сочный, мощный котлеттер дайындаймыз. Ол үшін бізге батон керек. Осы рецептте міндетті түрде батон қолданамыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Батондарды осылай кесіп, бір ыдысқа саламыз. Содан соң үстіне жылы сүт құямыз. Әр тіліміне сүт тию керек. Екінші жағына аударып қоямыз. Және солай қалдырамыз. Бұл рецепттің фишкасы міне алдын ала тартылған етті тағы да ет тартқыштан өткіземіз. Осылай өткізу барысында арасында пияз салып бірге өткіземіз. Бірден пияздың бәрін салып тастамайсыздар. Кезек-кезегімен салып тартамыз. Енді нанды осылай кішкене сығып аламыз сүттен. Одан кейін тағы да бірге ет тартқыштан өткіземіз. Не қараңыздаршы, бірінші етті өткіздік, сосын пияз, одан кейін батонды өткіземіз. Солай кезек-кезегімен өткізіп біріктіреміз. Қара бұрыш және дәміне қарай тұз қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң назар аударыңыздар, ешқандай жұмыртқа қоспаймыз. Осы араластырып алғаннан кейін міне видеодағындай алып үстелдің үстіне немесе ыдысымызға осылай лақтырып жібереміз. Сонда біздің массамыз бірігеді. Ешқандай жұмыртқасыз осылай бірігеді. Бірнеше рет ұрғыштаған кезде осылай жабысқақ масса шығады. Одан кейін шетінен алып котлеттер жасаймыз. Домалатып, домалақ немесе сопақша котлеттер жасасаңыздар болады. Барлығын осылай дайындап алсаңыздар болады. Ұнға аунатып, формасын келтіріп, тақтайшаға қойып дайындап алсаңыздар болады. Немесе бірден ұнға аунатып қуыра берсеңіздер де болады. Біздің үйде адам көп болғаннан кейін мен барлығын осылай дайындап алам. Содан соң барып тағы да ұнға аунатып қуырам. Гарнирге пюре дайындаймын. Өте дәмді пюре болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Картопты жақсап жуып, осылай 3 бөлікке бөліп ыдысымызға саламыз. Кастрөлге. Содан соң 1-2 сантиметр асып тұратындай салқын су құямыз. Менде бұл жерде енді өлшеген жоқпын. Шамамен 1,5 килограммдай картоп. Біраз қасық тұз салып, араластырып, бетін жауып, орташа отта пісіремін. Толық езіліп пісу керек. Одан кейін 1 стақан осы картоптың суынан алып қаламын. Қалған суын төгіп тастаймын.
осы картоптың суына кішкене ғана тұз қосып араластырамыз. Бір шай қасықтың 4-тен 1 бөлігін қосамыз. Содан соң басқа ыдысымызға картопты салып, үстіне сары май салып, миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Егер миксерлеріңіз болмаса, ешнәрсе етпейді, пюрені езетін құрғалдарыңыз болса, сонымен езсеңдер де болады. Біркелкі болып езілгеннен кейін жаңағы картоптың суын құямыз. Тағы да біркелкі болғанша езіп аламыз. Мінекей біздің пюреміз дайын болды. Өте нәзік пюре болып шықты. Енді котлеттерімізді қуырамыз. Ол үшін табамызға сұйық май құямыз. Мінекей шамамен осылай құямыз. Табаның жартысына жеткізбей құямыз. Содан соң котлеттерімізді тағы да ұнға аунатып, май әбден қызғаннан кейін қатарлап қойып, екі жағынан қызартып қуырамыз. Ешқашанда қатты отта қуырмаңыздар, іші піспей қалуы мүмкін. Орташа отта қуырамыз. Екі жағын қызартып. Қуырып алған соң бір ыдысымызға салып аламыз, әбден майын сорылтып аламыз. Содан соң тұздығын дайындаймыз. Аздап кішкене ғана сұйық майда пиязымызды қуырамыз, прозрачный болғанша. Содан кейін томат пастасын салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң 2 ас қасықтай ұн салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын үстіне су құямыз аздап, біркелкі болғанша араластырамыз. Екінші бөлік суды құямыз. Және де осылай ұнымыз тарағанша араластырамыз. Міне табаның жартысына дейін су құямыз да, тұз саламыз. Дәміне қарай дәмдеуіш жасаңыздар да болады. Сосын аз көк сеуіп араластырамыз. Сосын жаңағы котлеттерімізді қоямыз. Осы қатарлап қойып шығып, бетін жауып, орташа отта 5-7 минуттай бұқтырып аламыз. Котлеттеріміз бен пюреміз өте дәмді болды. Үйдегілерге қатты ұнады. Міндетті түрде өздеріңіз отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.